Сәлем достар, бүгін өте жұмсақ болып шығатын синабоны деген булочка пісіреміз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз. Содан соң қанттың жартысын саламыз. Қанты ерігенше жақсылап тұрып араластырамыз. Енді аштықымызды қосып, бәрін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді бетін жауып, 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Бөлек ыдысқа 2 жұмыртқамызды жарып, қалған қантымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. 15 минуттан кейін көтерілген апарамызға жұмыртқамызды саламыз. Енді үстіне ертілген сары майды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Енді аз-аздан електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Бөлек ыдысқа қант пенен корицаны қосуға болады. Мен мак пенен какао араластырдым. Үстелдің үстіне шамалы ұн сеуіп, көтерілген қамырымызды жұқалап жайып шығамыз. Жайылған қамырымыздың үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды жағып шығамыз. Содан кейін бетіне мак пенен қантты сеуіп шығамыз. Шетінен бастап рулет қып ораймыз. Енді рулетімізді осындай домалақ формада кесіп шығамыз. Міндетті түрде булочкаларды жарты сағатқа жылы жерге қойып қойыңыздар. Көтеріліп өте әдемі болып шығады. Көтерілген булочкаларды қызып тұрған пешке 15-20 минутта пісіріп аламыз. Енді бетіндегі кремін дайындаймыз. Ол үшін мен қаймақ пенен қантты араластырдым. Пісіп шыққан ыстық булочкаларымызға кремімізді жағып шығамыз. Мінекей біздің синабондарымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шығатыны сөзсіз ақ. Ал сіздермен бірге болған сымбат, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.